аппетитка салатын жасаймыз. Қыста етке, палауға, екінші тамақтарға қосып жейтін салат. Ол үшін қызып тұрған майымызға пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне мясорубкадан өткізген сәбізімізді жақсылап қосып қуырамыз. Сәбізімізді қуырамыз. Мен үлкен ыдысқа ауыстырдым. Сәбізіміз, пиязымыз қуырылғаннан кейін оның үстіне мясорубкадан өткізген қызыл, жасыл перецімізді және чили перецімізді, чеснокты жақсылап қосамыз. Оның үстіне жаңағы томаттың сокыстағы несі жасадық қой, соғын алдық қой, помидордың. Соның сыртында қалған қалың қабықтарын мясорубкадан өткізіп жіберіп, соны қостым. Осын қосып, жақсылап бұрқылдап қайнау керек, бұрқылдап, қатты қайнау керек. Дәміне қарай тұз, бұрышын қоссаңыздар болады. Бұрышты қоспасаңыз болады, ұнатпасаңыз, міндетті емес. Лавра жапырағын және тұзымызды қосамыз, және күріш қосамыз бұл салатқа. Бұл салаттың сол фишкасы күріш қосуында. Тазалап жуынған күріш қосамыз, 1 пиалай, 100 грамдай. Жақсылап бұрқылдатып қайнатамыз. Мұнда жаңағы үлкен қызыл перец салдық қой, соны лавровый листті соңында алып тастаймыз. Өйткені банкаға кетсе, лавровый лист, анау жаңағы перец кетсе, дәмі қышқылтым болып, лавровый листтің дәмі шығып кетеді. Жақсылап бұрқылдатып қайнатамыз. Қайнап болғаннан соң, пісуге 15-20 минут қалғанда зеленімізді қосамыз, және 70%-лық уксусты қосып жібереміз. 1 ас қасық. 40-45 минут қайнайды. В общем, бұрқылдап, қатты қайнайды. Содан кейін бұл ненің тағы да, бұл помидорымыз қышқыл болып, қышқылтым дәм кесе, шекер қосып жіберіңіз. 100 грамм. Шай ішетін пиалаймен 1 пиалай шекер қосып жіберіңіз. Және соңында 70%-лық уксус қосамыз. Банкілерімізді қойып, салаттарымызды құйып шығамыз, толтырып құямыз. Не құйсақ та, компот болсын, варенье болсын, салат болсын, құйғанда толтырып, бетіне дейін толтырып құямыз. Құйып болғаннан кейін ыстық судағы крышкаларымызды жауып бұраймыз да 1-2 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Салат болсын, компот, варенье болсын, соленье болса, барлығын жылы жерге орап қойсаңыз, төңкеріп орап қоясыз. Жасап көріңіздер, ас болсын.